Сәлем қадірмен көрімнің IT сервис қызмет каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен планшет SMT295 Tab A екен. Келген мәселесі Google аккаунт блокировкасынан түсіп қалған. Дәле деп келесі бетке өткізбейді. Бұл бұғатты үй жағдайында қалай ашуға болатынын осы видеодан көресіздер. Ол үшін сіздерге, яғни Android версиясы 9, ол үшін сіздерге кішкене дайындық керек болады. SIM карта, пин-код сұрайтын SIM карта, одан кейін ондай Bluetooth наушник керек болады. Одан кейін Wi-Fi-ға қосып аласыздар. Одан кейін артқа қайтамыз да. Мына бір бетке келеміз. Что нужно знать перед началом деген жерге келесіздер. Осы бөлікке келген соң қазір SIM картаны ашатын инені дайындап аласыздар. SIM картаны кішкене салып тұрамыз да. Далеге тез-тез басып отырасыздар. Тез-тез басып SIM картаны саламыз. Беті қолтанған соң да баса береміз да. Беті қолтанған соң SIM картаны шығарып, сағатты жылжытып, құлыпқа басып, төбеден настройка белгісіне басып үлгереміз керек болады. Неке, келіңіздер байқап көреміз. Дале. SIM картаны шығарамыз. Окейді басасыздар. Сағатты жылжытамыз, құлыпқа басамыз. Настройка белгісіне басамыз. Көрдіңіздер? Яғни практикалық жүзде оны үлгеруге болады. Тез істесеңіздер үлгересіздер. Енді бұл жерден біз не істейміз? Настройка уведомления басқа кірмейді. Бұл жерден бізге керек болатын поискқа бассақ та ол істемейді, көрдіңіздер ғой. Енді бұл жерде біз Bluetooth-ды қосамыз. Одан кейін бізге жаңағыдай мынандай Bluetooth наушник, Bluetooth колонка болса да болады, AirPods болса да болады. Яғни ішінде мынандай қоңырау шалатын кнопкасы болса болды. Енді бұл жерден мына жерде іздеп жатыр бізде қазір планшет. Қазір LG-ді бір өшіріп қосамыз біз. Off-тан on-ға. Поиск қайттан басамыз. Android 9. Мінеке шыға қойды. LG HBS 730 біздікі. Күтеміз. Не удалось дейді. Жарайды, қайтадан басамыз. Олай деп шығады. Запрос на соединение Bluetooth. Да. Подключен, установлен. 60% заряды бар екен біздің наушник. Енді біз мына қоңыраушаның белгісі тұрған кнопкаға басамыз енді. Қараңыздар. Бұл жерде готовын баса салайық. Пропустить в этот раз. Далее. Неке. Открой Google. Және онан басқан соң шыққаныңызда Открой Google деп сөйлейсіздер. Одан кейін Google новый приложениесінде біз мына жерге NAS деп жазамыз. Настройкаға кіреміз. Настройканың ішінде учетная запись, архивация. Учетная запись. Доводит учетная запись. Бұл жерден Exchange таңдаймыз. Мына жерге кез келген символ жазамыз. Собачка, кез келген символ, .com. Далее. Енді настроить с помощью сертификат деген басамыз. Окей. Пин-код. Кез келген 4 саннан тұратын пин-код қоя саламыз. 255-2. Продолжить. 255-2. Да. Отмена. Планшет жайлы мәлімет көріп кетейік. Tab A 2019, сведение ОПО, Android версия 9. Уровень безопасности 1 март екен бірақ, 2020. Әлі бұл версиясы жаңартылмаған сияқты. Енді артқа қайтамыз. Артқа. Енді далее деп өтеміз Wi-Fi-дан. Қазір ол бізден аккаунт нем парольді сұрау керек. Мінеки 255-2 теремізді далені басамыз. Мына жерде пропустить деген батырма шықты, оған басамыз, пропустить. Еще принять. Мына жерде окей. Енді барлығын пропустить қылып өтіп шығасыздар. Бұл планшетті мінеке осылай ашуға болады. Егер Samsung-тың өзімен келген сіздерде Samsung Buds бар ғой, сонда наушнигі Bluetooth-ге арналған. Сонда қолдансаңыздар болады. Мінеке мына жерде
Далее. Пропустить. Пропустить. Готово. Және планшет толықтай қолдануға дайын. Енді біз телефонның, яғни планшеттің настройкасына кіреміз. Ол жерден экран блокировки, тип блокировки экран, пин-код 2552, далее. Провести по экран. Артқа басамыз. Мінекей. Планшет жайлы мәліметті көрсеттіге жаңа тағы бір көрсете салайық. Таба Galaxy 2019. Версия Android безопасность 2021 март. Егер планшет өзіңіз болса, осы күйінде қалдыра бересіз. Біз енді клиентке жазып жатқандықтан, одан Bluetooth алып тастаймыз, Wi-Fi-ді өшіріп тастаймыз. Онымен Android 9. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.